Сәлем алтын достарым, бүгінгі видеода черепной өмірге қауіпті ме және черепной қандай жағдайларға әкеліп соғады және де белгілері қандай, сол туралы айтатын боламын. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып қоңыраушаны басып қойыңыздар достар. Шаршағаннан, күйзелістен, уайымдаудан және басқа да көптеген факторлардың әсерінен дені сау адамдарында бас ауырады. Егер де бас ауруы жиі мазалайтын болса, онда немқұрайлық танытпай себебін анықтағаныңыз жөн. Дәрігерге көрініп бас сүйек қысымыңызды, яғни черепной давлениені өлшетіңіз. Себебі бұл қауіпті аурулар қатарына кіреді. Назарларыңызға аурудың негізгі белгілері, ем-дом жолдары жайында ақпарат ұсынамын. Аурудың негізгі белгілері: бас сүйегінің қысымы көтерілгенде, әсіресе таңертеңгі уақытта бас ауырады және жүрек айниды, құсады, көп терлейді, қан қысымы тұрақтамайды, жүрек соғуы жиілейді. Бас сүйек қысымының көтерілуі белгілері көбінесе ауа райының қысымы өзгергеннен және ауа райы құбылғанда байқалады. Ал бас сүйегі қысымы төмендеген науқастың ұйқысы келіп, жүрегі айниды, тез ашуланады және басы айналып тұрғандай сезімде болады. Дерттің пайда болуы себебін анықтау үшін алдымен ми мен жұлынның ішкі құрылысы қызметін анықтап алу қажет. Әр адамның өзіне тән бас сүйек қысымы болады және оны адам денсаулығы мен жұлынның қысымына байланысты анықтайды. Сонымен қатар бас сүйекшілік қысым бас сүйегінің жарақат алуынан, жұқпалы аурумен ауырғаннан және ана құрсағында жатқан кезінде жағымсыз жағдайлардың әсерінен пайда болады. Туа біткен бас сүйек қысымын дер кезінде емдеген дұрыс. Мұндай диагнозбен туған балалар ауа райы құбылғанда жылап мазасызданады. Қан қысымын төмендегенде емдеудің бір тәсілі үй жағдайында емдеуге болады. Бас сүйек қан қысымы төмендегенде камфор майы мен спиртті бірдей мөлшерде араластырып, басыңызға жағып, үстіне целлофан қалташаны киіп, сүлгі немесе орамалмен ораңыз. Артынан басыңызды жуыңыз. Бұл емді ұйқыға жатар алдында жасаған тиімді. Емнің әсерін байқау үшін кемінде 10-15 компресс жасағаны дұрыс. Сонымен қатар бұл емнің шаштағы қайызға кетуіне де әсері бар. Достар, видео пайдалы болса және жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар және достарыңызбен бөлісіп каналды қолдап лайк басып кетіңіздер достар. Сау болыңыздар.